Өткен өмірді еске түсіру амалы. Таңыр дінінде өмірдің өлшемін тудым дейді. Демек, кез келген адам өзінің ұрпағынан қайта туады. Біз қайта туатын болсақ, онда өткен өмірімізді неге ұмытып қаламыз дерсің? Міне бұл іс Құдайдың ісі, даналығы мен даралығының ісі. Өткен өмірдің елеске тән болып қалуы, заңдылықтардың заңдылығы, Құдайдың ақиқаты мен деннің құдіреті. Өткен өмірді ұмыту жаңа өмірге берілген бата. Ескі өмірде есір келгеннің жаңа өмірде жарылқануы үшін керек. Қазақ ұлт тұтастығын бір ордаға ұйытып, ұрпағын түгендеп, өмірдің өлшемі тудым заңдылығын толық орындап, өмірге келген баланың өткен өмірде кім болғанын біліп отырып, қан араластырмай тұқым қуалау мен өзгергіштік заңын қатаң сақтап, таза қанды қасиетті ұрпақ туғызып алу үшін қара шаңырақ пен үлкен үй атты қасиетті үйлер ұстаған. Ұмытыла бастады. Қара шаңырақ Тәңір дінінің салтында қасиет ұйыған үйлер болады. Өмірдің үзілмейтінін анықтайтын үйлер болады. Жадыңнан шығып, ұлттық санаң кері кетіп, шежіре үзіліп, тұқымың алжасып кетіп жүрмесін. Ұмытпа. Қара шаңырақ қасиет ұйыған үй. Қара шаңырақ үш жүздің шаңырағы, үш төбе бидің шаңырағы, Тәңір діні абызының шаңырағы, қадірле, қастерле, бар бата сұра береді. Қара шаңырақ үш жүздің армандап туғызған ұландарының шаңырағы, қадірле, қастерле барып тұр, бата сұрап алып тұр. Қара шаңырақта көбіне көп өмірден озған кез келген адамның дүние бұйымдары сақталады, теберік ретінде сақталады. Үлкен үй. Тәңір дінінің салтында қасиет ұйыған үйлер болады. Өмірдің үзілмейтінін анықтайтын үйлер болады. Жадыңнан шығып, ұлттық санаң кері кетіп, шежіре үзіліп, тұқымың алжасып кетіп жүрмесін. Ұмытпа. Үлкен үй, қасиет ұйыған үй. Қасиетті теберіктер сақталатын үй. Үлкен үй 20 елдің әрқайсының шаңырағы. Ру мен ата балаларының шаңырағы. Қадірле, қастерле, бар, бата сұра береді. Үлкен үйде көбіне көп өмірден озған кез келген қазақ баласының дүниесі мен бұйымдары сақталады. Теберік ретінде сақталады. Қара шаңырақ пен үлкен үй, қасиет ұйыған үй. Қасиетті теберіктер мен заттар сақталатын үй. Тегінің шыққан жерін ұмыттырмайтын үй. Қара шаңырақ пен үлкен үй, қасиет ұйыған үй болумен қатар, ұлт тұтастығын, ағайын туыстың жақындығын кіріктіріп отыратын өлшем үй. Қара шаңырақ пен үлкен үй, өмірден озған адамның ұрпағынан қайта туған, тумағанын анықтап, ақиқаттайтын үй. Ұқ. Адам баласы 3-4 жасқа дейін өзінің өмірде болғанын ұмытпайды. Біледі. Айтарға тіл жоқ, есие келе бәрі елес. Ұқ. Көне заманда қазақ 3-4 жасқа келген балаларын қара шаңырақ пен үлкен үйге алып барған, жіберген. Ал бала болса өмірге қайта келгенін білдіріп, толып тұрған теберіктің ішінен өзіне тиесілі бұйымды тауып алған. Ұқ. Баланы жайлауына апарған, сақа қайраған тасын таныған, қыстауына апарған, қозы баққан төбесін таныған, бүлдіргенді сайды қайда қоямыз, оны да таныған. Ұқ. Баланың ата-анасы өмірге кімнің келгенін білген, ұрмаған, ұрыспаған. Ұқ. Қазақ қазақтан баяғыда туып біткен. Сен бүгін оның жауысың. Ертең ол сенің жалғыз балаң. Табыспай қоймайсың, табысады екенсің. Ұқ. Қазақ қазақтан баяғыда туып біткен. Сен бүгін оның нанын тартып жедің. Ертең сен оның жалғыз баласысың. Әкең болып келді, табыстың. Не істейсің? Ұқ.
Қазақ қазақтан баяғыда туып біткен. Сен бүгін оны өлтірдің, ертең ол сені өлтірмей қоймайды. Іздемейді, табады, өмірің кемшін тартады. Ұқ, қазақ қазақтан баяғыда туып біткен. Сен бүгін оның кеберзіп тұрған ерніне су тамыздың. Ертең қандасың болып, туып дастарханыңа дәулет, басыңа бақ, болмысыңа сабыр әкеледі. Айналаңа қара танымайтын біреу қамыңды жеп жүр. Ұқ, қазақ қазақтың сорлатқанын қоймаса, азаптан ешқашан құтылмай, қара шаңырағы қаңырап, үлкен үйі шашылып, өлшемі доғарылып, өмірі түгесіледі. Ұқ, санасыз бала өмірді өмірге жалғап, шыр айналған дүниенің шырпырын шығарып, құртатын болдау, құртатын. Айтсаңшы, санасыздығын қойсын. Ұқ, бәрін ұмыт. Ескі жараны тырнап қайтесің деме, өткенді еске түсір. Бауырым, өткен өмірде кім болғаныңды білу үшін, ата-анаң тілің шыққанға дейін қара шаңырақ пен үлкен үйге апарды. Ескі бұйымдардың ішінен өткен өмірде өзің ұстаған бұйымдарды жазбай таныдың. Сөйтіп өткен өмірде кім болғаныңды әке-шешең білді. Саған оны білуіңнің керегі жоқ. Тіпті білгің келіп бара жатса, әке-шешеңнен сұра. Өткен өмірде кім болғаныңды айтады. Өткен өмірің есіңе түсіп, алынбаған кегіңді қуып, жете алмай қалған махаббатыңды іздеп, сандалып кетпе. Одан да даналық іздеп, жаңа өмірде тағдырыңды өзгертіп, тудым заңын жалғастыруға ұмтыл. Құдайдың құдіретімен өмірді өмірге жалғап, жақсылыққа жақсылық жалғап, шыр айналған дүниесі ай десеші. Білгенімізден адасып қалғанымыз өкініш, білгіміз келмей жүргеніміз қанжылыс. Ақиқатында өмірдің түгесілмейтінін білу бақыт. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 257-258 бет.